Сары судың сан пайдасы. Баршаңызға сәлем. Сары судың қандай пайдасы бар екенін білесіз бе? Егер де білмесеңіз, осы видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бірде әлеуметтік желідегі хабарландыру парақшасынан сүзбеден қалған сары су іздеген жанның жазбасына көзім түсті. Әлгі ағарғаннан қалған сол бір судың қандай қажеттілігі болды екен деп біраз ойға қалдым. Содан соң төменде жазылған пікірлерді бір шолып шықтым. Бақсам, сары су шипалық қасиетке тұнып тұр екен. Сары суды бір қарағанда қарапайым сүзбеден қалған сарғыш су ретінде көруіңіз мүмкін. Әйтсе де көптеген пайдалы қасиетке ие. Сары судың құрғақ заты негізінен лактоза және сүт қантынан тұрады. Сары су ақуызға өте бай. Сол себепті оны ішкенде аштықты қатты сезінбейсің. Әрі құрамында май болмайтындықтан артық салмақтан арылу үшін пайдасы орасан зор. Сонымен қатар құрамында бағалы микроэлементтер калий, кальций, магний, фосфор бар және А, Е, П, С, Б тобындағы барлық дәрумендер кездеседі. Сары судың құрамындағы 200-ге жуық құнарлы заттар мен биологиялық белсенді элементтер адам денсаулығы үшін өте пайдалы. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сіздерге төмендегідей пайдалы қасиеттерді ұсынамыз. Иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сары су ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іш жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданыңыз. Бетіңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сары сумен сүртуге болады. Бұл тек майлы немесе қалыпты теріге арналған. Шашыңыз мықты әрі жылтыр болу үшін сары сумен жуыңыз. Бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сары суын араластырып маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен немесе көк шаймен жуу қажет. Беттегі безеулер мен бөртпелерден құтылғыңыз келсе, сары суды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынын жарты литр қайнатылған салқын сүт араластырып ішуге болады. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке бір құты сары суды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сүт сары суының атқаратын қызметтері: бауыр жұмысын реттейді және бүйрек қызметін жақсартады. Семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы. Ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Ағзадағы артық сұйықтықты, уыттарды және қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді. Қан айналым жүйесін жақсартады. Ревматизм және гипертониялық аурулардың алдын алады. Теріні тазартады. Жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Ескерте кететін бір жайт, қарсы көрсеткіштері бар. Егер де сіздің сүт сары суының құрамындағы кейбір заттарға сезімталдығыңыз жоғары болып, аллергия шақырса, қолданбаған абзал. Ал сіз сары суды емдік мақсатта пайдаланып көрдіңіз бе? Төменде жаза кетіңіз.